Міне мынау дәл осы қосымшаны ешқандай кодсыз жасанды интеллект арқылы істедім. Бұндайды қалай істеуге болады және осыған ұқсайтын басқа қандай қосымшалар жасауға болады ИИ арқылы мен қазір көрсететін боламын. Бірінші осы сервиске өтеміз. LLama Coder деп аталады. Сілтеме осы видеоның астында. Бұның артықшылығы ешқандай тіркелмей-ақ осы сервис арқылы қандай да бір қарапайым қосымшаларды істеуге болады. Бұл жерде енді 3 модель бар: Qwen, DeepSeek және LLama. Осының үшеуінде қолданып көрсеңіз болады белгілі бір қосымшаларды жазу үшін. Жұмыс жасау принципі қандай? Мына жерге өзіңізге қандай қосымша керек, соны жазсаңыз болады. JavaScript программалау тілінде істеп береді. Соның ішінде React деген библиотеканы қолданады. Тағы екінші түрі бар. Егер мынаны таңдайтын болсаңыз, тез жасайды, бірақ кішкене сапасы төмендеу болады. Мынаны басатын болсаңыз, онда сапасы жоғарылау болады, бірақ жайлау істеледі. Attach деген жерге өзіңізге мысалға бір қосымша, мобильді қосымша керек болатын болса, соның дизайны болса, осы жерге салсаңыз болады. Осыны басып та тексеріп көрсеңіз болады. Әзір біз бұнысыз көрейік. Астында бірнеше мысалдар бар. Мысалы, Flashcard қосымшасы, Pomodoro Timer, Quiz App деген секілді. Біз Flashcard App дегенді көрейік. Дәл жаңа мен көрсеткенім бұл Pomodoro деп аталады. Және мен біріншісін таңдаймын. Бұл енді тегін сервис болғандықтан кішкене жайлау жұмыс жасау мүмкін. Жаңаға тез нұсқасымен көрсеңіз болады. Жаңа slow деген таңдайсыз, сол кезде тезірек болады. Мынау енді мысалы ChatGPT-де тезірек болады, дегенмен ол жерде бұндай мүмкіндіктер болмауы мүмкін. Немесе тегін нұсқасында болмай қалу мүмкін деген секілді сондай варианттар бар. Осының жазып болғанын біз күтеміз. Әрі қарай іске қосып көрсек болады. Бұл жерде тек қана мобильді қосымша немесе веб қосымша емес, сонымен қатар веб-сайтта істеуге болады. Бұл жерде енді мен мобильді қосымша деп айтып тұрғанымызбен, бұл по факту негізі веб қосымша, бірақ оны мобильді қосымшаға әрине әртүрлі инструменттер бар, сол арқылы түрлендіруге болады. Дегенмен бұл негізі вебте жұмыс жасайды бәрі. Мына жерде міне жаңа біз айтқан Flashcard қосымшасы. Previews дегенді бассақ болады, басып көрсек болады осылай.